Баршаңызға сәлем. Бүгін ұйғыр асханасының ең үздік тағамдарының бірі санза дайындаймыз. Жасалу жолы оп-оңай және де қолжетімді заттармен жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмі ерекше тағамдардың бірі. Дастарханыңыздың сәні болатын тіл үйретін санза. Керек заттар: ұн, тұз, шемішкенің майы және де су. Барлық заттар комната температурасында болуы міндетті. Ұнға барлық сұйық заттарды және де тұзымызды салып, қатты қылып қамыр илейміз. Дәл рецепт бойынша жасау міндетті. Сол кезде сізде артық ұн қажет етпейтін болады. Қамырымыз дәл видеодағыдай қап-қатты болып иленеді. Қамырдың иіні қану үшін 15 минут бөлме температурасында аузын жауып қойып қоямыз. 15-20 минут ішінде қамырымыз тынып алды. Дайын болған қамырымызды 5 бөлікке бөлдім. Мен весидің көмегімен жүгіндім. Сіздер көз мөлшерімен де бөліп алсаңыздар болады. Шамамен әрбір бөлшек 155 граммға тең болды. Осылай шарик тәріздес етіп формировать етіп, үстінен шемішкен майын жағып, тағы да 15-20 минутқа тыңдырып қоямыз. Қамырымыз дайын. Енді осылай ортасынан дәл видеодағыдай тесіп, қолдың көмегімен қайтадан шемішкен майын жағып, осылай дайындап қоямыз. Жұмыс істегенге ыңғайлы болу үшін. Жасайтын бөлмеңіз желді немесе суық болмау керек, әйтпесе біздің қамырымыз кеуіп кетеді. Немесе өзіңізге ыңғайлы болу үшін үстін жауып қойсаңыздар болады. Осылай барлық бөліктерін майлап қойыңыздар. Енді дәл видеодағыдай бір-бірлеп алып жұмыс жасаймыз. Керек емес қамырымыздың үстін жауып қойыңыздар. Әйтпесе қатып қалса жұмыс істеуге ыңғайсыз болады. Дәл видеодағыдай лағманның қамыры секілді қылып осылай жаямыз. Бірақ та лағманның қамырында бас мен аяғы болса, бұл қамырдың, яғни да домалақ күйінде осылай созатын боласыз. Дәл видеодағыдай бірінші қамырымызды жартылай созып, үстінен шемішкен майын жағып, тындырып қоямыз, және де екінші қамырмен жұмыс жасаймыз. Бұл арада шемішкен майының атқаратын рөлі өте жоғары, және де осы қамырымыздың жабыс қалмау мақсатында осылай әрдайым жағып отырсаңыздар, өте жақсы созылып және де бір-біріне жабыспайтын болады. Екінші қамырымызды да осылай бір рет созып алғаннан кейін тындырып қойыңыздар, үстінен май жағып, және де осылай енді бірінші қамырмен жұмыс жасаймыз. Қолыңызға дәл мен секілді видеодағыдай кезек-кезегімен осылай қамырымызды жинап аламыз. Және де осылай менде сушиға арналған таяқша. Сіздерде қандай таяқша болады, сондай таяқшаны қолдансаңыздар болады. Тоғайдың, үй шаруасындағы әртүрлі таяқшаларды қолдансаңыз болады. Міндетті түрде вилка емес, таяқшамен жұмыс істеңіздер. Арада әркімнің өзінің қалауы бойынша санзаның жуандығын таңдайды. Жуан санзалар да болады, жіңішке санзалар да болады. Әркімнің өзінің қалауы бойынша. Санза пісірудің ең тиімді жолдарының бірі дәл видеодағыдай. Қазаныңызға майыңызды көбірек теғып құйып аласыз. Екі жағы теңбе-тең пісу үшін және таяқшаның көмегімен дәл осылай міне пісіріп аласыздар. Санзамыз дайын болды. Енді әрлеу жағы әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Мен осылай ұсынамын. Сіздер үстінен сахарный пудра сеуіп, немесе де басқандай әрлейтін заттармен, гүлдермен әрлеп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Егер де рецептім сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.